Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 5 минутта дайын болатын шоколадты пирог дайындаймыз. Жасалу жолы өте қарапайым және оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды салып аламыз. Үш грамм ванилин саламыз. 2 стакан шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Егер миксерлеріңіз бар болса, миксерлеп алсаңыздар да болады. Келесі 1 стакан сүтімізбен 1 стакан сұйық майымызды құйып, тағы бір араластырып аламыз. 3 ас қасық какаомызды салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне 2 стакан ситодан өткізілген ұнымызды салып, 10-15 грамм қосқышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей тестамыз дайын болды. Дайын болған тестамызды осындай формаға құйып, мендегі форманың диаметрі 24, алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 40 минуттай пісіріп аламыз. Мен 2 бөліп пісіріп алдым. Тез дайындалатын өте дәмді шоколадты пирогымыз дайын. Рецепт ұнаса, дайындасаңыздар, комментарий жазып, лайк басып, каналыма жазылуды және колокольчик все батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.